Что-то вообще сөйлеуге не болмай жатыр. Давай, пико. Бүгін сенбі. Осы соңғы влогты көрдіңіздер ма? Ақтауға барып келдім. Содан бері уже 2 аптадан асып кетті. Мен енді 3-ші влог түсіріп жатырмын, өйткені маған уақыт керек болды. Жұмысқа еніп, қайтадан кішкене бір қалыпқа келу үшін. Өйткені демалыстан кейін де негізі сразу жұмысқа кіру кішкене қиындау екен. Плюс мен жұмысымда жалғыз өзім фронтенд разработчикпін да, и миллион задача күтіп қалған ғой. Соның бәрін істеп. Білмеймін, әйтеуір маған что-то busy week болды, короче, 2 аптада. Плюс еще келгеннен кейін мен YouTube бастадым, видео редактировать етіп жүрем дегенше. Солай уақыт өтті де кетті. Енді сол бүгін 3-ші влог. Аптаның соңын қалай продуктивно өткіземін деген влог. Жаңа завтрак ішіп алдым. И киімдерін жуып жатырмын. Плюс енді келесі осы күннің қалған бөлігіне план құрып істейік бірге отырып. Бүгін менде істеу керек нәрсе ол кухняға уборка. Комнатаға уборка сразу. Бірінші влогда мен айтқан едім сіздерге. Бір кітап бастадым ғой, Стивен Кинг 11-22-63 деген. Мен соны әлі бітірмедім. Ол да примерно 150 бетте қалды. Соны бітіру керек бүгін. Все. Мен де Құран оқуым керек. Бітіру керек 100-ім бар еді. Так, Құран оқысам, содан мен еще стретчинг жасау керек. Өйткені денем деген қатып қалды. Мен абонемент, я фитнес студия абонемент алғам алдыңғы жылы, ол уже бітті. Обновить етпедім өткені. Білмеймін, бәрі бір 100% қолдан алдым деп айта алмайым ше. Сол абонементті мен ерініп тұрсам, қанша ақшам кетіп жатса да бармайды екенмін. Лучше үйде жасай берейін пока деп шештім. Точно. Пицца жасау керек. Қашаннан бері ойлап жүрген едім, саңырауқұлақ алып. Саңырауқұлақпен бір пицца жегім келіп жүр. Бұның бәрін үлгерем ба? Соңғы түнге қарай уақытым болып жатса, Notion деген нәрсені білесіздер ма? Қазір андай ғой, бүкіл жастар қолданады ғой соны. Электронный планер. Интерфейс, короче, план құруға арналған. Если честно, сол Notion'да мен үйренгім келіп жүргеніне уже қанша бір жылдан асып кетті. Осы жақында ғана түсіндім, типа, примерно қалай жұмыс істеу керектігін ше. Оған дейін вообще миым қатып кеткен. Енді маған соңғы кездері керек болып жүрген нәрсе ол контент планер. Яғни осы YouTube'қа примерно не жазу, жаңағы YouTube видеоларында пландау, и скрипт жазу, идеяларды жазу, schedule жасау деген сияқты ше. Сондай нәрсе керек болып жүр. Соны бүгін істеп тастау керек. Бүгін болмаса хотя бы ертең. Мен де вообще негізі бүгін өлтіріп план жазып жатырмын, өйткені ертең уақыт жоқ. Ертең бізде мен сестренкамның туған күні болады. Оның туған күні негізі 14-ті, но ертең біз баратын болдық та үйіне. Сол үшін явно мен күні бойы сояқта болатшым. Кешке бірақ келем. Бүгін прям серый күн болып тұр. Үйде осылай отырып, кітап оқып жататын кез. Но негізі маған бұндай күндерде ұнайды, өзінің күшті атмосферасы. Я стараюсь, бұрын да мен 7 навыков высокоэффективных людей деген кітап білесіздер ма? Сол кітаптан оқығам, андай проактивный, активный, проактивность деген. Короче, бір термин бар сояқта. И ол қандай адамдар дегенде, сол есімде қалғаны настроениесін ауа райымен байланыстырмайды деген сияқты ше. Или, примерно, короче, андай, мен мынандаймын, өйткені ата-анам солай тәрбиелеген деген сияқты. Это тоже неправильно. Неправильная позиция. Сосын, мысалы, бүгін мен осындай болып тұрмын, өйткені күн онша емес деген сияқты ше. Соны оның дұрыс емес деп оқыған едім. Негізі ондай нәрсе менде әлі де болып тұрады, но в то же время есіме салады екен сол. Негізі білесіздер ма, сондай кітаптарды оқыған кезде андай болады ғой бізде чувство вины, типа саморазвитиеге байланысты
кітапты оқимын, но бәрібір әрекет етілмейді и қалады деген сияқты ше. Мен реально сөйтіп вообще саморазвитиеге қатысты кітаптардың ешқайсысын оқығым келмей қалған. И потом бірақ түсіндім, что сол кездегі оқыған кітапты қанша істемедім десең де миыңда қалады, типа. И сол қалған нәрсе бір күні болмаса, екінші күні, екінші болмаса, үшінші күні деген сияқты бір пайдасын береді екен. Главное, ойыңда тұрады ғой, ненің дұрыс екенін біліп тұрасың ғой миыңда. И сен бір рет істейсің, мынау дұрыс емес екенін осознавать етпеуің мүмкін. Екіншісінде осознавать етесің. Солай үйреніп, солай үйреніп кетеді екенсің. Сол үшін де анандай мен дым істемеймін деп чувство вины не қылып алып, өздеріңізді сосын вообще ол жек көріп кеткеннен гөрі лучше оқи берген дұрыс екен. Пока что сіздің, значит, сол нәрселерді сразу істеп кетуге, пока сіздің басқа білімдеріңіз жетпеуі мүмкін. Главное, оқи беріңіз, бір күн болмаса, бір күні келесіз деген сияқты. Солай. Сол мен бүгінге айтатын ақылым. Сол қой құрсын тұрайық, уже уақыт деген. 12:30 болыпты. И мен лучше обед ішіп алайын ба, или қазір сразу пицца жасап. Сосын барып уборка жасайын. Все болды. Пицца жасаймыз пока. Hello, пицца. Шықты түрі. Иісі де тема. В общем, сағат уже 3 болып қалды. 먹어도 돼. 우린 어떤 곡이든 바로바로 할 수 있어. 싫어. 나 이 노래 부를 거야. 오늘 내 생일이잖아. 넌 내게 반했어. 화려한 조명 속에 빛나고 있는 넌 내게 반했어. 솔직하게 말을 해봐. Like a lonely sailor. It's meaningless life. 편히 쉬고 싶어도 꾸고 싶어도 아무것도 하지 못해. I feel like I became a zombie. You've been away from land too long. күн шықты. Falling too Кухняға уборка long. бітті. Комнатаға уборка бүгін жасамай сияқтымын. Шашып қалдым. Пицца жасау бітті. Болды, екі-ақ нәрсе өтті. Уже кеш бата жатыр. Сағат уже 7:45 болды. Мен Құран оқыдым и стретчинг жасадым. Қазір комнатаға уборка бастап жатырмын. Все-таки бүгін бітіре салайын дедім, өйткені ертең менде явно уақыт болмайды. И пока что Стивен Кингтің 50 бетін оқыдым, әлі 100 бет бар. Хочу енді комната жинап жүріп, аудиокнига тыңдап тастауға. Сол. Бүгін точно мынаны бітірем да, бірақ Notion'ды бітірмейді сияқтымын. Ладно, Notion контент планер ертеңге қалады.
Не будем скромничать. Сен нездоровый, да? Здоровый, да, там Саркат, пицца, смузи зеленый. Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, you pull back, blushing delight. Call me when you get back home. Автобуста күлдоқмады алдым. Meet me at Manhattan House. Meet me until Columbus Circle. I'll be waiting there for you. Meet me when the stars align. Meet me when the earth. Ты собираешься что-то снимать Мы еще? будем, ну да, мы будем просто на каникулах через 2 недели путешествовать. Да? Я думала там снять видео. Куда собираетесь Я не ехать? помню, но точно не в Турцию. Точно не в Турцию? Какой-то другой город. Круто, круто. Я так завидую вам. Я тоже хочу путешествовать. алматыдағы не? Қазақфильм. Иә. Қайда ой. Мультфильм российский. Біз жақсы көретінбіз. Біз барлығын жақсы көреді екенбіз.